Ассалаумағалейкум достар, екінші бөлім. Бұл видеода мен сіздерге Cubase программасымен проектіні қалай дұрыс ашу керек екенін көрсетемін. Бізге проектіні не үшін дұрыс ашу керек? Көп жағдайда новичоктар, Cubase программасын енді үйреніп жатқан адамдар проектіні дұрыс ашпауы мүмкін. Сол дұрыс ашпаған себептен ертеңгі күні сол жазған проекттің ішіндегі аудио файлдарымыз, жазған дауыстарыңыз, аудио фрагменттеріңіздің барлығы жан-жақта шашылып жатуы мүмкін. Сол шашылып жатпас үшін бізге проектіні дұрыс ашып білу керек. Енді проектіні ашып көрейік. Cubase программасын ашамыз. Мінекей, бізде Cubase ашылды. Енді Cubase ашылған кезде, ашылған бетте мынандай окошко ашылуы мүмкін. Осы окошко ашылған жерде бізде бірнеше вкладка көрсетіліп тұр. Біз ылғида екі вкладканы қолданамыз. Бұл бізде бірінші Recent деген вкладка, және ең соңғысы More деген. More деген бұл жаңа проект ашу үшін. Ал Recent'тің ішінде сіздің әрбір ашқан проектіңіздің тізімі көрсетіліп тұрады. Жаңадан ашқан проекттің тізімі жоғарыда тұрады. Ескі проекттеріңіз төмен список бойынша төмен түсіп кете береді. Мысалы, cancel'ды басып қойған болсаңыз, cancel'ды байқаусызда басып қойған болсаңыз, осы окошканы қайтадан ашу үшін біз жоғары жақта файл дегенге кірсек, файлға кіріп, new project'ты басып жерсек, бізде осы окошко қайтадан ашылады. Немесе мынау тізімді біз проекттердің тізімін осы файлдың ішінен ең төменгі список бойынша Recent Projects'ке кірсек, бізде мінекей проекттердің тізімін көрсетеді. Cubase бізге 30 проекттің тізімін көрсетеді. Ескі проекттеріңіз осы списоктен жоқ болып кетуі мүмкін. Бірақтан сіздің ол проекттеріңіз компьютерден жоқ болып кетпейді. Өзінің орнында тұрады. Бізге проекттің тағы да не үшін дұрыс ашу керек? Әрбір ашқан проекттеріңіз өз тізіммен әдемі болып тұру үшін, ертеңгі күні аудио файлдарыңыз жан-жақта шашылып тұрмау үшін проектіні дұрыс ашып білу керек. Мінекей, енді біз проектіні ашып көрейік, жаңа проектіні ашып көрейік. New Project'ке кіреміз. New Project'ке кіргеннен кейін біз ең соңғы вкладка More'ға кіреміз. Мына жерде менде екі список көрсетіп тұр, Vocal Recording деп қойғам. Бұл мен дауыс жазуға арнап қойған шаблоным. Сіздерде бұл болмайды. Сіздерде тек қана MP3 болады. Бұл шаблонды дайындауды мен сіздерге келесі видеоларда көрсетемін. Жаңа проект ашпас бұрын біз жесткий дискімізді D-диск болсын, мысалы Windows'та жұмыс істеп жатқан болсаңыз D-дискта, немесе Mac'та істеп жатқан болсаңыз бөлек жесткий дискта, біз плюс жазатын болсақ, мысалы плюс проектке бөлек папка ашып қоюымыз керек. Өйткені сол папканың ішінде барлығы тізім бойынша ыңғайлы болып тұрады. Мінекей біз жесткий дискқа кіреміз. Мына жерде мысалы бір плюсқа папка арнап қояйық. Новый папка ашамыз. Папканың атын мысалы плюстар деп қояйық. Осы папканың ішінде сіздердің әрбір ашқан проекттеріңіздің тізімі тұрады. Жинақы болып тұрады. Мінекей осы плюстарды ашқаннан кейін біз бұл папканы жесткий дискта создавать етеміз. Одан кейін барып біз тікелей Cubase арқылы проект ашамыз. Міне More'ға кіреміз, MP3-ға қоямыз. Және сіздерде ең алғаш рет Cubase ашқан кезде сіздерде осы мына жерде көрсетілген екі несі бар. Белгі қоятын жері бар. Сіздерде көп жағдайда былай тұру мүмкін. Соны біз Use Default Location-ға қойамыз. Бірінші белгіні қоямыз. Одан кейін арғарай бізде мынандай окошко бар мына жерде. Осы окошкаға кіреміз. Мінекей, осы окошкадан кейін біз жаңағы папкамызды тауып аламыз. Плюсқа арнаған папкамызды табамыз. Мінекей, бізде плюстар деп папкамызды таптық. Енді осы жерге біз проекттің папкасын создавать етеміз. Мына жерде New Folder деп тұр. Создать папку. Міне осыны басамыз. Мына жерге енді плюс жазайын деп жатқан болсаңыз, плюстың атын жазамыз. Мысалы айталық бізге Айжан кеп тұр плюс жазуға, дауыс жазуға.
сол Айжанға біз дауыс жазу үшін проект создавать етеміз. Мысалы мына жерге Айжан плюс деп қояйық. Мінекей, біз мынау create дегенді, создать дегенді баспай тұрып, осы жазған текстімізді копировать ете аламыз. Копировать етеміз. Немесе Ctrl-C-ні басып жіберсеңіздер копировать етіп алады. Енді создатьты басамыз. Міне бізде бірінші проекттің папкасын ашады. Ары қарай біз open'ды басамыз. Open'ды басқаннан кейін біз екінші окошқа кіреміз. Мына жерде екінші окошко бар. Бірден создать дегенді басып жібермейміз. Міне осы жерге кіреміз. Осы жерге біз жаңағы копировать етіп алған текстімізді осы жерге қоямыз. Осыны қойғаннан кейін барып бірақ создать дегенді басамыз. Мінекей бізде проект ашылды. Бірақтан проект ашылғанымен де әлі біздің проектіміздің тікелей осы проектін ашатын өзінің ярлығы болады. Кубейстің ярлығы болады. Сол ярлықтың да атын біз Айжан плюс деп қоюымыз керек. Немесе бір аранжировка жазып жатқан болсаңыз, сол названиені жазып қоясыздар. Тағы да сақтауымыз керек. Ол үшін біз файлға кіріп те сақтасақ болады, save as деп, немесе мына жерде горячий клавишін көрсетіп қойған, Ctrl-S-ті басып жіберсек те, бізде мынандай сақтау үшін уведомление шығады. Ол жерге біз жаңа копировать етіп алған текстімізді қоямыз. Міне Айжан плюс деп шықты. Енді save-ті басып жіберсек, мінекей бізде төбе жағымызда Айжан плюс деп название шықты. Енді біз тікелей жаңағы плюс папканың ішінен осы папканы іздеп көрейік. Міне дискімізге кіреміз. Плюстардың ішінде міне Айжан деген папка ашылды. Осы папка бұл бізде проектіміздің папкасы. Ары қарай кірсек, мінекей мен сіздерге жаңа жоғарыда айтқандағыдай Айжан плюс деген ярлык шықты. Бұл тікелей осы проектін ашатын ярлык. Мінекей, әрбір ашқан проектіңіздің атымен жазылып тұрса, мына жерде бәрі жинақы әдемі болып тұрады. Жан-жақта шашылып жатпайды. Енді мінекей біз проектке кіргеннен кейін сіздердің проекттеріңіз жұмыс істеуге дайын. Бұл бізде проектіні дұрыс ашуға арналған екінші бөлім. Новичоктарға, енді үйреніп жатқан адамдарға өте пайдалы видео. Сондықтан да осы видеоны көріп сіздер жұмысқа бір шама, бір қадам жақындап келе жатсыздар. Сау болыңыздар достар.